Жан анам, жалған өмір мәңгі емес. Пәк жүзіндей елестейді таң елес. Тек жақсылық оймен ғана жүремін. Сізсіз өмір өтер, бірақ мәнді емес. Анашым, сізді ойласақ, көзімізге жас толып, жүрек өртеніп, шудай ашиды. Білеміз, келмесіне еш адам қимас анасын. Күндер болса түс көргендей өтіп жатыр. Шіркін, аналары мәңгі жасаса ғой. Жасарын жасады, немере сүйді, шөбере көрді, деп басу айтады жұрт. Алайда жүзден асып кетсе де, ананың орны бөлек емес пе? Адамның арманы таусылған ба? Өзіңді 80-ге келіп, бала шаға ортасында үлкен той жасап, немере шөберелер ортасында отырса деп армандар еді. Өзіңіз кеткен күннен бері үйге кіріп сізді іздейміз. Даусыңызды елеңдеп естігендей боламыз. Жадыраған жаныңыз жаздай көрінген, жансыз бейне суретіңіз үңіліп, көзімізге мұң толады. Анашым, білесіз бе, тіпті жарығайда сіздей сұлу емес екен-ау. Үйде үнсіз тыныштық, өзіңіз барда шуылдаған немерелер бір жасқа есейіп кеткендей көрінеді. Бейбошым деп іздеп отыратын немере ақ жерге жүгіріп іздеп жүр ғой өзіңізді. Орныңыз ойсырап тұр-ау, анашым. Әкем өзіңізбен ғана күшті екен ғой. Қатулы сөйлейтін сөзін естуге үміттенеміз. Бірақ жаутаңда өзіңіздің артында қалып жетім баладай болып отырғаны жанымызға батып барады-ау. Күнде қоңырау шалып іздейтін анамыздың жоқтығы енді білінді. Іздеп қал жағдайымызды сұрайтын адамның жоқтығы, үйге барғанда құлыным деп маңдайдан ескидің жанасырымыздың расымен жоқ болғанына қалай сенеміз? Асыл ана, жүзіңіз нұрлы күндей еді. Шаңырақтың мерекесі гүлі, сабырлысы, күмістен салмақтысы, мейірімдісі болған екенсіз, жан анам. Ана жаным, ақ жүрегіңіз неткен кең еді. Аурудың зардабын тартып қиналсаңыз да, еш білдіргіңіз келмеді. Сіздей мықты бола алмаймыз сірә. Жоқ дегенге көңіліңіз тола ма? Тазалықты сүйетін анамызды таза жүрек қалай сағынбайды? Сағынады сол бір езеулеген кезіңізді, маңдайымыздан иіскегеніңізді. Алайда тағдырға бағынамыз да, білеміз, анашымның жұмағына мәңгілік мекеніне кеткенін. Ендігі қолдан келетін амал тек өзіңізге дұға тілеп, Құран оқып, еске алу. Ағана, жаулығыңызды ескеп, өзіңізді аңсап жүру ғана. Жаныңыз жәннатта болсын, жан ана. Жан ана, шыныменен кеткенің бе? Артымызға кімген ала өкпедіңге? Ұстаз ең ұлағатты мынау елдің жүзіңіз нұр шалған бөктерінде. Шынымен баққаның ба атбақтаның, өшпейтін ұрпағына от жаққаным. Мәпелеп ата-анені қайындарын, жүрінші текті сақтап бәрін. Төл басы, келіні бір әулеттің шуақ дедің. Биязы мінезіңді ұнат дедің. Алдажал амал барма, қош анашым. Бір Алла нәсіп етсін жұмақ төрін.